Так, келесі есепке кеттік. Келесі есепте айтады бізде кернеулігі бар, масса берілген, бізге зарядты және де электрон саны табыңдар дейді. Q-дің мәні және де электрон саны менде белгісіз. Так, оны қалай есептейміз? Енді ньютон бөлінген кулон. E тең, значит менде F бөлінген Q деген формулам ғой. Осы жақтан Q-дің мәнін табатын болса қалай болады? Q тең F бөлінген E болып ауысып кетеді omна екеуі. Так, F-тің мәні менде есепте берілген жоқ, но F-тің мәнін мен қалай табамын? Ауырлық күшінің формуласымен, ол бізде mg. F тең mg-ға. mg бөлімінде кернеулік тең. M-нің мәні бізде не деп аламыз? Мұнда қараңдар. Бізде 3 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесіне грамм дейді. Грамм ол бізде 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда неше шығады мұнда? 3 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі. Көбейтеміз G ол 10-ға тең, бөлімінде эпсилон, эпсилон емес. Кернеулік ол 3 көбейту 10-ның 5 дәрежесіне тең. 3 пен 3 қысқарады. Үстіне менде шықты 10-ның минус 11, но астына плюс, үстіне минус болып барады. Минус 5. Сонда шығады менде 10-ның минус 16 дәрежесі. Бұл бізде зарядтың мәні. Қараңдар. A-ны, B, короче, мына жақты сызып тастасам болады сразу. И G вариантында сызып тастасам болады. Сонда ответ менде F и H варианты. Вот деп сразу белгілесем болады. Но сендер қалай деп ойлаулары мүмкін. Потому что мында қарасаңдаршы. F вариантын айтады 6,25 көбейту 10-ның квадраты дейді. Енді 6,25-ті сендер 100-ге көбейтетін болсаңдар 10-ның квадратына, ол бізде 625 шығады ғой. Осылайша уақытты экономить етіп белгі салуларыңа болады негізі. Но мен енді до конца шығарып көрсетейін. Q тең n көбейтілген e-ге. Так, енді бізде n-ді табу үшін Q-ды e-ге бөлу керекпін. Q-дің мәні менде Q-дің мәні 1 көбейту 10-ның минус 16, бөлімде электрон заряды 1,16 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесіне тең. Так, 1-ді бөліп жүретін болсам, қазір 1-ді бөлеміз 1,16-ға, менде шығады 0,625. Көбейту 10-ның минус 19 үстіне плюс соп барады, 19-дан 16-ны алып тастасам 10-ның 3 дәрежесі шықты. Бұл не деген сөз? 625 деген сөз емес па? Немесе бір өтір жол жасақ 6,25 көбейту 10-ның квадраты деп те жазуыма болады. Неге осылайша F, H варианты менде дұрыс ответ. Келесісі бізде өткізгіштер мен диэлектриктер. Өткізгіштер дегеніміз заттың құрамында сыртқы электр өрісінің әсерінен еркін қозғала алатын электрондары бар заттарды біз өткізгіштер деп атаймыз. Мысалға оған біз барлық металдарды, яғни любой металды және де тұзды суларды жатқызуға болады. Олар бізде электр тоғын өткізетін заттар болып табылады. Ну, кішкене логично, иә? Тұзды су есімізде сақтаймыз. Тұзды су и кез келген барлық металл бізде ол электр тоғын өткізеді. Енді бізде диэлектриктер. Диэлектриктер дейміз құрамында еркін электрондар болмайтын заттарды айтамыз. Бұлар наоборот бізде ток өткізбейтін заттарды. Өткізгіштер дегенге ток өткізетін, диэлектрик дегенге ток өткізбейтін деп қабылдасаңдар болады. Так, олар бізде құрамында электрондар болмайтын заттар. Яғни электрон болмаса бізде ешқандай ток тасымалданбайды ғой. Токты тасымалдайтын ол бізде электрондар. Ол мысалға эбонитті, шыны, немесе ағашты жатқызамыз. Олар бізде электр тогын мүлдем өткізбейді. Ендігі заттың диэлектр өтімділігі. Заттың диэлектр өтімділігі деген ол бізде эпсилон әріпімен белгіленеді. Эпсилон формасы эпсилон тең е нулевой бөлінген е. Е нулевой деп жатқанымыз бұл жерде кернеулік. Бұл жағдайда кернеуліктің мәнін алуға болады, және де бұл жерде энергияның да мәнін ала беруімізге болады. Е нулевой дегеніміз яғни бастапқы, е дегеніміз ол бізде кәдімгі өзіміздің соңғы. Енді қараңдар, бұны жаттау үшін, мысалға сендер салыстырсаңдар болады. Бізде мына формула бар. Мю тең b бөлінген b нулевой деген. Мынау менде диэлектр өтімділігі болса, мынау менде магнит өтімділігі. Мынау магнит өтімділігі, мынау менде диэлектр өтімділігі. Вот видите, бір-біріне қарама-қарсы e нулевой үстінде болса, мұнда b нулевой астында, b үстінде, e астында. Осылай салыстырмалы түрде жаттасаңдар оңай болады.